Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қазақстан халқына жолдауында жастар елдің болашағы, жастар қоғамның қозғаушы күші дей келе зор сенім артады. Мемлекет тарапынан жұмыссыздыққа көңіл бөлінгенімен, бұл мәселе әлі де өзекті. Қазақстанда жоғары білімі бар 400 мыңнан астам адам жұмыссыз жүр. Екі қолға бір күрек таппай жүргендердің көбі Алматы мен Түркістан облыстарында тұрады. Ал енді бұл туралы студенттер мен педагогтардың ойын білейік. Қазақстанда жұмыссыздық проблемасы бар, бірақ ол жастардың өздеріне байланысты. Егер әр адам ізденсе, жұмыс табылады ғой. Қазақстанда болсын, шетелде болсын. Ал мамандыққа келетін болсақ, мен мамандығым ММД мамандығы мұнайгаз. Ол мамандықта да жұмыстар бар. Істеймін деген адамға шыға береді жұмыстар. Қазақстанда жұмыссыздық бар, бірақ оның шешімін табуға болады. Бұл жастардың алып жатқан біліммен алға қарай ұмтылуына байланысты. Таңдау арқылы түрлі бағытта жұмыс істеуге мүмкіндік бар. Мысалы, өзіміздің білімімізге байланысты болады. Менің оқып жатқан мамандығым архитектура мамандығы. Менің ойымша, бұл мамандықтан жұмыс табу оңай болады, себебі қазір қаламыздың дамып жатқанына байланысты ол сұранысқа ие мамандық болып келеді. Жұмыссыздық уақыт өте келе пайда болатын мәселе. Мысалы, өзім оқитын журналистика мамандығында да өзгерістер байқалады. Цифрлық технологиялар журналистиканы жеңілдетсе де, олардың бұл саланы толықтай алмастыру қаупі бар деген ойлар да бар. Біз журналист ретінде өз орнымызды қалай сақтап қала аламыз? Журналистика тек ақпарат берумен шектелмейді. Оның ең маңызды бөлігі аудиторияға әсер ету, эмоциямен жұмыс істеу және әңгімелеу өнерімен байланысты. Шығармашылық жаңа идеялар мен ерекше көзқарастар журналистердің басты артықшылығы. Журналистика ел барда, халық барда, жер шары аман тұрған кезде тоқтамайтын процесс. Ақпарат тоқтамайды, деп Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің журналистика факультетінің кафедра меңгерушісі Серікзат Дүйсенғазы айтып өткендей, журналистер өзінің медиа саласындағы орнын сақтап қалу үшін өз қабілеттерін дамыта отырып, жаңа технологиялармен бірге тиімді жұмыс істеуде. Қорытындылай келе, кез келген мамандығы иесі үшін жұмыссыздық шешілмейтін мәселе емес. Талпынған табар дегендей, әрбір жас адам өз қабілеттерін дамыта отырып, болашағын құра алады.